Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдағы өзінің пайғамбар үлгісі бізге, пайғамбар сүйемізбі? Пайғамбар өмірінде аялға қол көтерген емес. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарды қандай сыйлаған, қандай урматтаған. Bir күн пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың Айша енеміздің арасында бұндай пікір келіспестік болып қалды. Расулулла, біздің сүйікті пайғамбарымыз Абу Бакырдың қызы Айша енен ары үйбіледі болады пікір келіспестік. Екеуі пікір келіспестік болып қалғаннан кейін мен тура, сен тура, мен қиын, сен қиын. Пайғамбарымыз айтты, анда кел, арамызға бір әділетті адам шақыралы, шол үкім қылсын десе. Пайғамбарымыз фаланчы Шурайх болсын дейді, жоқ дейді, ал сен тараптап қойып дейді. Умарды шақыралы десе, Умардан мен қорқам дейді. Хазірет Умар айбатты күші болған. Айша енеміз жоқ, Умардан қорқам дейді. Фаланчы жоқ, фаланчы сіз тараптыға талашады дейді. Анда кімге разы боласың десе, атаңды Абу Бакр шақырал десе, болып тұр, Абу Бакрға мен разымын, Абу Бакр бізге үкім қылсын дейді. Абу Бакр сыдықтап келіп, пайғамбар Айша енемізбен айтысып қалғанда, Абу Бакр сыдықтан анымды баштайды. Андай болды, мындай болды деп дартын айтып отқан кезде, Айша енеміз тураны айтың, шындықты айтың дейді. Не дейді? Әділетті болың, шындықты айтың дейді. Бұндай сөзді алып қашпаң дейді. Кім айтып отады? Айша енеміз пайғамбарға айтқан кезде, егер пайғамбар әділеттілікті айтпаса, пайғамбар шындықты айтпаса, кім айтады? Абу Бакр сыдық ашуланып келіп тұрып, Айша енеміздің жүзіне бір қойса бір жерінен қан ағып, дағы сен алып, Расулуллаға шындықты айт дейсің деп атасы қуған кезде, Айша енеміз қаяққа жатып, пайғамбардың арқасына келіп жашынады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір жолдасы Айшаның денесінде қанды аршып, киіміменен, Абу Бакр, мен сені бұға шақырған жоқпын дейді. Әділетті болмайсың дейді. Неге қол көтересің? Аял затына қол көтерме дейді. Мен сені бұға шақырған жоқ әлем дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, келіңіздер, үй бүле мәселесі оңай нәрсе емес. Дағы бір жаман сифр айтайын, қапа қылғым келмейді. Адам сүретінде олған қарышқыр болбош керек. Біздің залқар жазушы Чыңғыз Айтматов адам баласы үшін ең қиын нәрсе күніге адам болу дейді. Бернард Шо деген данышман айтады, біз бүгін судың астында балықтай сүзгенді үйрендік, балықтан да жақсы сүземіз. Асманда қанаттудан да жақсы ұшқанды үйрендік. Бірақ бізге бір нәрсе қалды, жер бетінде адамдай болып жашашты үйренсек дейді. Жер бетінде адам болып жашауды үйренсек, башқача болмақ тұрмышымыз дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, адам ақылы менен, адам болу жөнекей сүр. Бүгін адам сүретінде болған, кейбірлер машалла жолықсаң, Абу Бакр Сыддықтай, Хазірет Усмандай намысшыл. Бірақ үйге келген кезде аялының алдында Абу Жахилден бетер да. Үйіне келген кезде тамаша күлкі деген еш нәрсе жоқ. Қауаға қар жаған, андан бір ширин сөз шықпайды. Құрметті мұсылман бір туған, адам болып жашау өте қиын нәрсе екен. Кейбір нәрселерге